Махмудабад ауылының іргесінде 17 мыңдық шах әскерінің қоршауында қалады. Қанды әрі өте белсенді қарсыласу нәтижесінде 5 мыңдық өзбек жасағы жеңіліс тауып, түгелімен қырылады. Ал Мұхаммед Шайбани хан шайқас кезінде ерлікпен қаза тауып, басынан айырылады. Шайқастан соң Исмаил шах Мұхаммед Шайбанидің басын алып, одан шарап ішетін кубок жасайды. Денесін туыстарына Самарқанға жібереді. Шайбани ханның өлімінен соң Шайбан ақсүйектерінің берекесі қашып, не істерін білмей есеңгіреп қалады. Хорезмді басып алған қызылбастарға әскер жинап, қарсы тұрудың орнына бір тоқтамға келе алмай, жан-жаққа тарап кетеді. Шайбан ұрпақтарының бірлігі шатқаяқтап тұрғанын байқаған Исмаил шах Әмударияны асып, Самарқандты жаулап алуды жоспарлайды. Дәл осы кезде Кабулдың билеушісі Ханзада Бабыр Исмаил шахқа Самарқандты басып алу үшін көмек беруін сұрайды. Бабыр атасы Әмір Темірдің тағын қайтарғысы келетінін және Мәуереннахр халқының оны қолдайтынын алға тартады. Исмаил шах Бабырдың өтінішіне оң жауап қатып, 1512 жылы Нәжми Сәни бастаған Қызылбас әскерін Бабырға көмекке аттандырады. Қызылбас әскері Әмударияны кесіп өтіп, Мәуереннахрдың астанасы Самарғанды, ардынша Бұхара шаһарын басып алады. Осылайша 1512 жылы Темір мемлекетінің заңды мұрагері Закириддин Бабыр Қызылбас әскерінің қолдауымен Самарқанды бағындырады. Алайда, уақыт өте келе Мәуереннахрдың халқы Бабыр мен Сефевилердің билігіне наразы болды. Өйткені Сефеви әскері Самарқан мен Бұхараны алғаннан кейін Исмаил шах қала мешіттерінде құлшылықты шииттік ислам үлгісінде оқу туралы бұйрық шығарады. Оған қоса, жергілікті сунниттік исламды ұстанатын халықтың діни көзқарасын елемей, шииттік исламның қағидаларын енгізеді. Шахтың бұл әрекеті Мәуереннахр халқының жаппай наразылығын туғызады. Ал сөз жүзінде Самарқанд тағында отырған Бабыр шахтың бұл шешіміне қарсы шыға алмайды. Шахтың аталмыш бұйрығына Бабырдың қарсы шықпауы Самарқанд халқы үшін түсініксіз еді. Себебі бұған дейін жергілікті Мәуереннахр халқы жат жұрттық көшпелі Шайбани өзбектерге қарағанда Бабыр ханзаданы Самарқанд тағында көргісі келетін. Бірақ халықтың сүйіктісі Бабыр күн сайын абыройын жоғалта берді. Қызылбастардың жергілікті халық көзқарасын елемей, сүнниттік исламды екінші орынға қойып, шииттік заңдарды енгізуі наразылықтарға әкеп соқты. Осы уақытта Ташкент мен Мәуереннахрдың басқа аймақтарындағы Шайбан ақсүйектері бірігіп, Қызылбастарға қарсы тұруға шешім қабылдайды. Сол үшін Шайбан ақсүйектерінің бейресми басшысы болашақ хан Убайдулла Қазақ хандығының билеушісі Қасым сұлтаннан әскери көмек беруін өтінеді. Мәуереннахр билігін жат жұрттық шиит қызылбастардың басып алуы Қасымды да алаңдатады. Себебі алдағы уақытта Сефеви мемлекеті күшейіп, батыста Осман империясын ойсырататын болса, онда Исмаил шах бар күшін шығыс бағытқа салып, Қасым иелігіндегі Түркістан аймағын алуға тырысатын еді. Сондықтан Убайдулла сұлтанның өтінішін қабылдап, көмек ретінде ұлы Әбілқайырды әскермен жасақтап Ташкентке аттандырады. 1512 жылдың көктемінде Убайдулла мен Әбілқайырдың біріккен әскері Бұхараны бағыт алып, жылдам шабыспен жүріп кетеді. Қазақ өзбек әскері Самарқан мен Бұхараны азат етіп, Бабыр мен Нәжми Сәнидің жасақтарын Әмударияның арғы бетіне шегіндіреді. Алайда 1512 жылдың күзінде Нәжми Сәни мен Бабырдың біріккен әскері Бұхараны басып алмақ ниетпен жорыққа аттанады. Қазақтар мен Шайбанилердің әскері оларды Бұхара маңындағы Гиждуван бекінісінде күтіп алады. Гиждуван түбіндегі шешуші шайқаста қазақ өзбек әскері Қызылбастардың қосынын ойсырата жеңеді. Шайқаста Қызылбас әскерінің қолбасшысы Нәжми Сәни қолға түсіп, сол жерде өлтіріледі. Ал Бабыр ханзада аман қалған жасағымен Кабулға қайтып оралады. Әскерін балыққа қарай шегіндірген Исмаил шах Мәуереннахр үшін болатын шешуші шайқасқа дайындалады. Қасым сұлтан да қарап жатпай, 100 мың адамнан тұратын үлкен армия жасақтап, Әбілқайырды балыққа қарай аттандырады. Біріккен қазақ Шайбан әскері балыққа таяғанда, бас қолбасшы Әбілқайыр сұлтан Исмаил шахқа мынадай мазмұнда хат жолдайды. Қызылбастар қолбасшысы Исмаил Бахадүр ханның құзырына осы хатымды жолдаймын. Сізге қарсы Дешті Қыпшақтың падишахы, Жошы ұлысының билеушісі, жоғары мәртебелі Қасым ханның ұлы Әбілқайыр сұлтан келіп тұр. Өз билігіңіз жүрмейтін аймаққа шығып батылдық таныттыңыз. Сіздің қолбасшылық қабілетіңіз бен асқан батырлығыңызды жоғары бағалай отырып, әскеріңізді балықтан кері бұруыңызды талап етемін. Ұлы хан сізді тұтқындау мақсатында мені жіберді.
Алайда әкемнің сіз сияқты батыл жауынгердің жанын алғанын қаламаймын. Сондықтан мәнсіз соғыстан бас тартып, бұл аймақты өзбек билеушілеріне тапсырып, өзіңіз Иранға қайтып оралыңыз. Олай болмаған жағдайда, сенің басыңа аспан мен жерді төндіріп, әскеріңді жермен жексен етемін. Менің саған кеңесім, жастық шағыңды бағалап, мәнсіз соғыстан бас тарт. Қасым ұлы Әбілқайыр Сұлтан, 1512 жыл. Ысмайыл шах өзіне тән батылдық пен ержүректілікке сай Әбілқайырдың кеңесіне құлақ аспай, соғысуға шешім қабылдайды. Сонымен 1512 жылы Әбілқайыр бастаған 120 мыңдық қазақ-өзбек әскері Қызылбас әскерімен Майдан даласында соқтығысады. Қазақ әскерінің орталық бөлігінде бас қолбасшы Әбілқайыр Сұлтан болса, әскердің сол қанатын Бірім аталық басқарды. Ал қосынның оң қанатына Алып аталық басшылық етті. Ал Шайбан әскері артқы шепте орналасты. Орта Азиядағы ең құдіретті екі армия бір-бірімен Майдан даласында кезікті. Екі әскер де белсенді түрде қарсыласты. Шайқас нәтижесінде шах әскері жеңіске жетеді, бірақ үлкен әскери шығындарға ұшырайды. Ал Қасымның ұлы Әбілқайыр Майдан даласында ерлікпен қаза табады. Екі жақта орасан зор шығынға ұшырап, өте көп әскерінен айырылады. Қазақ-өзбек әскері ауыр шығындармен Самарқанға қайтып оралады. Ал Ысмайыл шах үлкен материалдық және адам шығынына байланысты ары қарай әскери іс-қимылдар жүргізуге мұршасы жетпейді. Осы шайқастан кейін Қызылбас әскері Мәуереннахрға енді қайтып аяқ баспайды. Ысмайыл шахтың Балық түбіндегі қазақ-өзбек армиясымен болған шайқасы оның әскердің едәуір әлсіреуіне, артынша 1514 жылғы Шалдырын даласындағы Осман империясының сұлтаны Сәлім біріншіден ойсырай жеңілуіне алып келеді. Осылайша бірнеше жылға созылған Өзбек-Иран соғысы Мәуереннахрдың толық азат етілуімен аяқталады.